Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырамыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті де бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардан қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтін білеміз бе? Одан да басқа мың түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, артық салмақтан арылтуға пайдасы мол. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні, өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтуға көмек береді. Диетологтар қарныңыздың ашқан сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Ішектегі құрттан тазалауға да көмегі мол. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурубитин амин қышқылы ішек құртының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтылуға болады. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны да жоқ. Көңіл-күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтандырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл-күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған жағдайда, стресске жүретіндерге және де үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз дегім келеді. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикат дәрілер емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де көптеген кеңестермен бөлісемін. Сізге видео ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.